Сәлем достар, бүгінгі мерекемен баршаңызды құттықтаймыз. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Кітаптар әлемі жобасы аясында 16 наурыз күні сайысымыз басталады. Жеңімпазға Мұхтар Мағауиннің 26 томдығын сыйлаймыз. Тағы бір жақсы жаңалығымыз, бүгін Кітаптар әлемі жобасының демеушісі ақтаулық кәсіпкер Бақыт Жұмабек ағамыз хабарласып, осы сайысты жүйелі түрде өткізуге ұсыныс айтты. Келесі жолы 26 томдықты 3 оқырманға сыйлаймыз. Енді сайыстың ережесін қысқаша түсіндіріп өтейін. Төмендегі нөмірге хат жазып, кітап жанашырлары клубына қосылыңыз. Мен админмін, өзім қосамын сіздерді. Содан кейін өздеріңізді таныстырып өтесіздер. 16 наурыз күні сағат 10-нан бастап Мұхтар Мағауиннің қандай шығармасын оқыдыңыз? Әңгіме, повесть, роман, өзіңізге ұнаған кез келген туындысы жайлы пікіріңізді жазасыз, әсеріңізбен бөлісіп. 19 наурызға дейін 3 күн күтеміз. Содан кейін 20 наурыз күні Facebook парақшамызда викториналық сұрақтар жариялаймыз. Тек қана Мұхтар Мағауиннің шығармашылығы ғана емес, абай жолынан келу мүмкін сұрақтар, мүмкіндігінше күрделендірмей жеңіл сұрақтарды қоямыз. 21 наурыз сағат 10-ға дейін жауаптарыңызды жазып үлгеріңіздер. Сосын 21 наурыз күні біз жауаптарды қабылдап, оның алдында жазған пікірлеріңізді ескеріп, жеңімпаздың есімін 22 наурыз күні парақшамызда жариялаймыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Амандықпен жүздескенше.